Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаз бен күз айлары. Тема сегодняшнего урока – летние и осенние месяцы. Бүгінгі сабақта жаз бен күз айлары туралы білесіңдер. Тірек сөздер негізінде сөйлемдер құрастырасыңдар. Сұрақтарға жауап бересіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Егін ору. Шық түсті. Салқындайды. Мың. Жаңа сөздермен сөйлем құрайық. Давайте составим предложение с новыми словами. Егін ору. Егін орады. Комбайн егін орады. Шық түсті. Күзде шық түсті. Күзде жапырақтарға шық түсті. Салқындайды. Ауа райы салқындайды. Күзде ауа райы салқындайды. Мың. 1000 теңге. 1000 теңге жұмсадым. Мәтінді тыңда. Жылдың қай мезгілі? Послушай текст. Какое это время года? Ауа райы ыстық. Гүлдер өседі. Балалар суға шомылады. Жапырақтар жасыл. Бұл қай жыл мезгілі? Дұрыс, бұл жаз. Ауа райы салқындайды. Жапырақтар сарғаяды. Адамдар егін орады. Бұл қай жыл мезгілі? Дұрыс, бұл күз. Мәтінді оқы. Жаз бен күз мезгілдерінің белгілерін тап. Прочитай текст и найди признаки осени и лета. Жаз мезгілінің белгілері: ең ыстық мезгіл, жазда жеміс-жидек піседі. Күз мезгілінің белгілері: күзде егін орады, күзде күн салқындайды, құстар жылы жаққа ұшып кетеді, жаңбыр жиі жауады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. По тексту ответь на вопросы. Жылдың қай мезгілі туралы айтылды? Күз айларын ата. Күзде не болады? Балалар жазда не істейді? Үшінші тапсырма. Жаз және күз айларын ретімен ата. Третье упражнение. Назови по порядку месяцы лета и осени. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Төртінші тапсырма. Отбасы мүшелері қай мезгілде туған анықта, кестеге аттарын жаз. Четвертое упражнение. Нужно определить, в какое время года родились члены семьи и написать их имена в таблице. Например, әкем жазда туған. Значит, в столбик жаз напишем әке. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.